Ассалаумағалейкум, мұсылман бауырларым. Осы жұма күні мешітке барсам, мешіттің алдында қыз келіншектер, хиджаб киген, орамал таққан қыз келіншектер стол жайып қойып, столдың үстінде су, тамақ сатып жатыр екен. Жанына таблица қойып, таблицада жазылып тұр: осыдан түскен ақшаны біз бәленбай деген қыздың еміне жинап жатырмыз деген, садақа жасаңыздар деп сұрапты. Мен осы жұма намаздан шыққаннан кейін алармын дедім де мешітке кіріп кеттім. Мешітте отырып намазды тосып, имам тосып отырған кезде ойлап отырып, осындай пәленше ақшаны осы тамаққа, үйге тамаққа сатып алайын, осындай ақшаны мына қарыз сұрап тұрған попрошайкаларға берейін деп есепте отырып, сол кезде Алла тағаладан білім алдым. Алла тағала былай деді: егер сен ақшаға сатып алсаң тамақты, онда сенің ақшаң садақаға жатпайды деді. Сондықтан намаз біткеннен кейін мешіттен шықтым да, қыздарға бардым да ақшаны бердім де, тамақ алмаймын деп сөйледім. Сол кезде жаныма имам келді. Имам келіп қалтасынан 1000 теңгесін алып шықты, маған 3 бутылка су берші деп қыздарға ақшасын берді. Мен имамға қарап айттым: егер ақшаңа су алатын болсаң, сенің ақшаң садақа болмайды дедім. Имамның аузын ашылып маған қарап қалды, ойланып тұрып, сосын теріс қарап кетіп бара жатыр. Сонымен менің айтайын дегенім, көптеген мына благотворительный организацияның адамдары жұма намазының алдында осылай мешіттердің алдына келеді, тамақ сатады, жанына жазып қояды қағазға, не плакатқа: осыдан түскен ақшаны пәленбай адамдарға көмекке береміз деп, садақа жасаңыздар дейді. Егер де тамақты сатып алсаңыздар, ол ақша тамаққа кетеді де, сіздің ақшаңыз садақа болып есептелмейді. Сондықтан, егер шын ниетпен садақа жасағыңыз келсе, онда ақшаңыз жай таратып беріңіздер. Егер тамақ сатып алсаңыз, ақшаңыз тамақ сатып алуға кетеді, садақа болып есептелмейді. Байқаңыздар.